Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін күріш ұнынан банан қосылған глютенсіз кекс жасайтын боламыз. Алдымен бананды уақтап турап еземіз. Оған жұмыртқа қосамыз және өсімдік майы қосып араластырамыз. Ванильді қант қосамыз. Күріш ұнын, жүгері крахмалын, ұн қопсытқыш қосып араластырамыз. Жүгері крахмалы жұмсақ болу үшін қосамыз. Қалауыңыз бойынша жаңғақ, шоколад, фисташка қосуға болады. Май жағылған қалыпқа тестімізді құямыз. Қалауыңыз бойынша бетіне жаңғақ, шоколад, фисташка немесе кокос үгінділерін сепсеңіз болады. Дайын тестіні 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Кейбір жағдайда пешке байланысты. Банан қосылған глютенсіз кексіміз дайын. Менің кексім биік болмай шықты, себебі қалыбым үлкен, тестім азғана болып қалды. Дәл осындай глютенсіз кексті сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.